саламатсыңдар ма балалар? Бүгін наурыз айының 5-ші жұлдызы информатика пәнінен сабағымызды бастаймыз. Қане балалар, барлығымыз ортаға шаттық шеңберін құруға жиналайық. Менің атым Гүлнар, гүлдей жайнап жүр. Менің атым Қожахан, қоршаған ортаға қамқор бол. Менің атым Рамазан, рахымды бол. Менің атым Айзере, айдайсың бол. Менің атым Айару, ақылды бол. Менің атым Жанару, жақсы адам бол. Менің атым Медяр, мейірімді бол. Өте жақсы балалар, енді мен сендерге қазір бағалау парақшаларын ұсынамын. Бір бағалау парақшаларын аламыз, және осы парақшаның астында қай топқа бөлінетіндері жазылған. Қане бір-біреуден аламыз. Ал енді оқушылар үй тапсырмасын тексеріп алайық. Үйге берілген тапсырма бойынша сандарды енгізу және шығару борт әдісі арқылы қазір сәйкестендіру тестін жасаймыз. Және кезекпен кезек келіп, тақтаға сәйкестендіру жұмысын орындаймыз. Кет. Побежал. Келесі. Келесі. Аха. Келесі. Келесі. Және де нәтижесін тексеріп қойсын. Өте жақсы. Бүгінгі қойылған үй тапсырмасына берілген 7 сұрақтың 5-еуіне жауап берді. Яғни бағалау парақшаларыңа 2 деген балға қойсаңдар болады. Ал енді сонымен балалар, бүгінгі наурыз айының 5-ші жұлдызы сынып жұмысы, сызықтық алгоритм, яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазуды үйренеміз. Құндылығымыз тәуелсіздік және отаншылдық. Осы аптамыздың дәйек сөзі патриотизм, ата-анаңды құрметтей білу. Яғни біз білеміз, алгоритм бізде 3 түрге бөлінеді: тармақталған, сызықтық және циклдық. Тармақталған алгоритм 2 операцияның біреуін орындалуы. Сызықтық алгоритм бізде іс-әрекеттер бірінен кейін бірі тізбектеліп орындалу. Циклдық алгоритм дегеніміз әрекеттердің тізбектеле, яғни қайталанып, бірнеше рет қайталанып орындалуы. Енді балалар, тақтаға қарасақ, бізде бутерброд әзірлеу әдісі. Мысалға, нанды аламыз кесіп, нанға май жағамыз, ірімшіктен кесіп аламыз да, оны нанның үстіне қоямыз. Яғни біздің бутербродымыз дайын болды. Бұл бізде қандай алгоритмге жатады? Сызықтық алгоритмге жатады. Яғни бүгінгі біздің сабағымыз сызықтық алгоритм. Сызықтық алгоритм жаңа өздеріне бутерброд әдісін түсіндіріп өткендей алгоритмнің яғни басы болады бізде. Одан кейін екінші біз алгоритмнің қажетті бөлігін енгіземіз, берілгенді есептейміз, оны шығарамыз және соңы алгоритмнің соңы болады. Алгоритмнің бұл сипаттау блок схемасы. Енді мысал арқылы түсінейік. Оқулығымызда берілген мысалда
А, Б, С және Д бүтін сандары берілген. А және Б сандарының қосындысы мен С және Д сандарының айырмасының соңғы цифрларының көбейтіндісін табатын программа құрастыр делінген екен. Енді оқулықтарында берілген кесте бойынша мысалы 15, 47, 98 және 63 сандары берілген. Осыдан нәтиже 10 шығу керек. Бұл жерде түсініктемеде қарасаңыздар 15 пен 47 санының қосындысы 62, 98 пен 63 санының азайтындысы, яғни азайтқан кезде 98-ден 63-ті азайтқан кезімізде 35, яғни ең соңғы сандары 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10 шығады, нәтижесі 10 деп тұрғанымыз осы. Енді бұл есепті ары қарай шығару жолы, яғни А және Б тең мак input split деп аламыз. С және Д мак input split деп аламыз. Бұл жерде Т айнымалысын әкелеміз. Екі санның қосындысы А мен Б-ның қосындысы біз бөлшекті неден орындайтын едік? Яғни пайызбен оның ондығын аламыз, 10 қалдығын алдық, 10 қалдығын шығарып алдық Т-ның. Яғни R айнымалысын аламыз. Бұл жерде С-дан D-ді алып тастаймыз. Ал шыққан нәтиженің тағы да 10 қалдығын аламыз. N айнымалысына тең бірінші шыққан Т-дағы қалдық пенен R-дегі қалдықтың көбейтіндісі, яғни N шығарып экранға, N-ді шығарып береміз. Яғни есептің блок схемасы алдарында тұрғанда есептің басы берілген айнымалылар, яғни A, B, C, D, ары қарай есептің нәтижесі Т-ның өздерің көріп отқанда есептің нәтижесінде Т, R, N берілген айнымалылар нәтижесінде N-ді экранға шығар, яғни соңы. Алгоритмнің басы бізде өздерің көріп отырғандай белгімен, шеңбермен, яғни белгіленеді, эллипспен белгіленеді. Енгізу блогы шаршы, орындау блогы бізде тік төртбұрыш, баспаға шығару блогы шаршы, алгоритмнің соңы, яғни эллипспенен соңы белгіленеді. Енді келесі тапсырма. Ал оқушылар, бүгінгі сызықтық алгоритм және түсінсеңдер, бүгінгі күнде жазамыз, дәптерлерімізге тақырыпты жазамыз. Тақтада жеке жұмыс берілген. Бізде, яғни сызықтық алгоритмге құрастырылған есеп берілген. Осы есептің қатесін табамыз. Яғни қатесін таба отырып, жеке жұмыс дәптерлеріңе дұрыс жауабын тауып жазыңдар. Апай бұл. Мына жерде input, яғни қатесі көбейтіндісін жұлдызша қойдың, өте жақсы. Және мына жерде қойдық, арасындағы үтір. Өте жақсы. Келесі тағы кім болды? Қане? Болды ба? Дұрыс, жақсы. Яғни жеке жұмысты орындап болғандарымыз бағалау парақшамыздан тапсырманы орындағандарына 2 балға көтеріп қоямыз. Ал енді оқушылар, жеке жұмысты орындап бітсек, қазір жұптық жұмыс, яғни сәйкестендіру тестін жасаймыз. Екі оқушыдан келіп, мына жерге жұптық жұмыс сәйкестендіру тестін жасаймыз. Ал енді оқушылар сәйкестендіру тестін жасап болсақ, бір-бірімізбенен парақшамызды ауыстыру арқылы дұрыс жауабын белгілеп шығамыз. Қайсысы дұрыс болғанын тексеріп шығамыз. Алгоритм бойынша Айару мен Қожаханның 5 сұрағы да дұрыс болып шықты.
Дескриптор бойынша Айзере мен Жанарудың жұмыстары 5-тен 5 балл шықты. Дескриптор бойынша Медиа мен Рамазанның жауабы 3 жауап дұрыс болды. Ал балалар, келесі жұптық жұмысты аяқтаса, енді топтық жұмысқа өтейік. Топтық жұмыста тек қана цифрлардан құралған және жолдары берілген. Бірінші, жолдарды қосып экранға шығару керек. Екінші, жолдарды бүтін санға айналдырып, олардың қосындысын табуымыз керек. Мысалға, 214, 456, 300 саны берілген. Бірінші, жолдарды қосып экранға шығарған, яғни 214, 456, 300 бір тізбек бір жолдың бойында тұр. Екінші, жолдарды қосып, олардың қосындысын тап дейді. Осы 3 санды қосқанымызда 970 саны экранға шығу керек. Дескриптор бойынша жолдарды қосып экранға шығару, яғни жолдарды бүтін санға айналдыру және сандарды қоса алуымыз керек. Қане топтық жұмысымыздың нәтижесі шықса, қай топ бірінші жауап береді? Ben Бірінші топтан сұрайық, қане? жолдық мән ретінде енгізу, жолдарды бір-бірімен біріктіреміз және де АБС сандарын бір-бірімен біріктіріп, тізбектеп экранға шығарамыз. Осымен біздің есебіміздің жауабы шығады. Яғни экранға тізбектелген сандар есебі шықты. 214, 456, 300 саны. Яғни бірінші топтық жұмысты жалғастырғандықтан бағалау парақшаларыңа 3 балл қосып қойсаңдар болады. Енді екінші топтың жауабын көрейік. Қане дәптерде орындадық. Бірінші, АБС сандарын input арқылы енгіземіз, меншіктеп сандарды қосамыз. Экранға сандарды шығарар. Жауабы 970. 970 саны, яғни ABC сандары бір-біріне қосылған кезде экранға 970 саны шығады, яғни нәтижесі дұрыс. Нәтижесі дұрыс жазылғандықтан және дәптермен жұмыс жасағандықтан екінші топқа 2 балл беріледі. Бағалау парақшаларыңа 2 балл қосып қойсаңдар болады. Ал енді оқушылар, бүгінгі тапсырманы, яғни жаңа сабақты, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында Wordpol'дан сызықтық алгоритмдерді сұрақтар жауап беру арқылы қане қорытындылап тастайық. Яғни бірінші сұрақ, бізде бірінші сұрақ, программаға деректерді қанша әдіспен енгізуге болады? Қане кім? Қане Айару жауап бере ғой. 3 әдіспен беруге болады. Біріншісі передақтан беру арқылы, екіншісі файлдарды оқу арқылы, үшіншісі программаны ашып алу, беріп арқылы жауап беруге болады. Өте жақсы. Келесі екінші сұрағымыз біздің программалауда input функциясын не үшін қолданамыз? Қане Жанару жауап бере ғой. Input пайдаланушыға дерек енгізу үшін қолданылады, ал int сол енгізілген деректі бүтін санға айналдыру үшін қолданылады. Өте жақсы, жарайсың. Келесі біздің үшінші сұрағымыз, сызықтық алгоритмге қандай мысалдар келтіруге болады? Қане Рамазан жауап бере ғой. Сызықтық алгоритм дегеніміз бірінен кейін бірі реттеліп келетін алгоритмді айтамыз. Сызықтық алгоритмге мысал келтіретін болсақ, 2 санның қосындысын табу, тік төртбұрыштың көбейтісін табу деген мысалдар, тағы басқа мысалдар келтіре аламыз. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, үйге тапсырма алайық. Оқулығымыздағы сызықтық алгоритмдерді программалау 3-8 бөлім, яғни 97 бетте. Біздің тапсырмамыздың аяқ жағында міне үй тапсырмасы берілген, 100 бетте үй тапсырмасы бар. Осы тапсырманы дәптерге жазып орындап келеміз. Қазір оқушылар кім қанша балл алғанын маған айтып өтсеңдер, яғни бағалау парақтарындағыны мен күнделік физет жүйесіне бағалау балдарымды қойып шығамын. 9, 8, 7, 8, 9. Бүгінгі сабақ барлығы түсінік болса жасыл түсті, сұрақтарың бар болса сары түсті, түсініксіз болса қызыл түсті белгілеп кетсеңіздер болады.
түсінікті болған екен. Яғни әрқашан шамшырақтарың жарқырап жанып жүрсін, білімдерің тереңнен болсын. Бүгінгі күндеріңе өте сәттілік. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.